Сәлем достар, бүгін біз үй жағдайында шүмек қажап жүрсе, сіздерге бір керемет әдісін көрсететін боламын. Ол үшін бізге осындай соска керек болады. Және де үй жағдайында жасалатын шүмек әдісін көрсететін боламын. Мына шүмекте, мына достар, осы қажамау үшін осы сосканы қазір пайдаланатын боламыз. Ең алдымен осы сосканы біз осы шүмегіміздің басына кигізетін боламыз. Дәл осылай ер баланың шүмегіне пайдалансаңыздар да болады. Ер баланың шүмегінде бас жағы осылай ұзында болып келеді. Сол бас жағына кигізіп, яғни сосканың басын қиып алып тастайсыздар. Ал мына қазір қыз балада біз осы сосканың ортаңғы жағын, яғни мына тесік тұрған жерін кішкене ғана қайшымен қиып жібереміз. Яғни қыз баланың дәреті өту үшін. Достар, үй жағдайында жасап көріңіздер, өте керемет лайфхак. Яғни ешқандай қыз баланың ешқандай борбайы дымда қызармайды, дымда қажамайды, ешқандай ізі де қалмайды. Мен осы әдісті өзім қолданамын. Қазіргі таңда өте ыңғайлы. Бірнеше рет пайдаланғаннан кейін осы сосканың басын алып тастай қоясыздар. Бір айта кететіні, шүмек ешқандай сарғайып кетпейді, сол жағын өте қатты ұстап тұрады. Жасап көріңіздер, үй жағдайында керемет әдіс. Достар, енді кезекте сіздерге үй жағдайында жаңа туылған сәбилерге арналған шүмек жасау әдісін көрсететін боламын. Оған бізге үй жағдайында керек емес дәптер, қағаз болса жеткілікті. Бізде осы керекті қағазымызды аламыз. Бізде кішкене қалыңдау етіп аламыз, себебі бізде дәретті ұстап тұру үшін бойына. Бізде мынада 5-6 парақ. Осы дәл видеодадай жасасаңыздар болады. Осы шүмекті мен өз басым балам жаңа туылғаннан бастап осыны қолданамын. 2 айлығына дейін қолдандым. Бұның бір пайдасы, сіздерге айта кететін болсам, яғни ешқандай да борбайын ауыртпайды. Біріншіден, екіншіден дәреті жайылып кетпейді, ұстап тұрады. Ер балаға жасау әдісінде бұйырса YouTube каналыма салатын боламын. Қазіргі таңда сіздерге қыз балаға арналған шүмек жасау әдісін көрсетіп отырмын. Жасап көріңіздер, өте ыңғайлы, яғни жаңа туылған сәбилерге арналған. Бұл бір ретті қолдануға арналған шүмек десем болады. Бір рет бала осыған дәрі сындырғаннан кейін лақтырып тастайсыздар. Осылай үй жағдайында толтырып жасап қойсаңыздар, керектеріңізге жарайды. Бізде қағазын бытырап кетпеу үшін осылай астыңғы жағын ішіне қайырып, осылай дәл видеода жасайсыздар. Дәл солай үстіңгі жағында осылай ішіне қарата қаратып майыстырамыз. Дәл солай ортаңғы жағында да ішіне кішкене қарайтып қоямыз. Яғни бізде қиылып тұрған жерлеріміз баланың ішіне борбайына кіріп тиіп кетпеу үшін. Достар, мен каналымда басқа да лайфхактар бар, жасап көрсеңіздер болады. Сілтемесін жоғарыға тастап кетемін. Қолдарымызды осылай батырып, ішіне қаратып, жасап жүресе, яғни ешқандай бытырап кетпеу үшін. Міне достар, дайын болып қалды менде. Үй жағдайында жасап көріңіздер, сіздерге керемет әдістердің бірі деп айта аламын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.